Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 68-ші сабақты қарастырамыз. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерді талдауды және шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Өзің тұратын өлкеде қандай кәсіпорындар барын білесің бе? Олар не өндіреді? Бірдей шамалар арасындағы сәйкестікті айқында. Сонда сен Қазақстанда ірі астық және бұршақ тұқымдас дақылдарды өндірушілер қайда орналасқанын білетін боласың. 70 гектарда 700 мың квадрат метр бар. Ол Манкент бір, Түркістан облысы Манкент ауылында орналасқан екен. 700 квадрат сантиметрде 7 квадрат дециметр бар. Ол Арыстан өндірістік кешен екен, Қостанай облысы Сарыкөл кентінде орналасқан. Келесі 7 километрде 7 миллион квадрат метр бар. Ол Рижская кәсіпорын екен, Қостанай облысы Ұзынкөл ауылында орналасқан екен. Келесі 70 мың квадрат сантиметрде 7 квадрат метр бар. Бұл Карл Маркс атындағы кәсіпорын екен, ол Қостанай облысы Озерный ауылында орналасқан екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есепті оқы, есепті шығару жоспарына қара, оны шығар дейді. Аймақта тігін фабрикасы бар. Балалар осы фабрикаға саяхат жасады. Олар шалбар мен кофтаның әрқайсысына бірдей мөлшерде мата жұмсалатынын білді. Сол күні 8 шалбар, 5 кофта тігілді. Кофтаға қарағанда шалбарға 6 метр мата артық жұмсалған болса, онда тігілген барлық шалбар мен кофтаның әрқайсысына қанша метр мата кетті. Алдымен есептің шартын құрып алайық. 8 шалбар және 5 кофта тігіліпті. Шалбарға, кофтаға қарағанда 6 метр артық мата жұмсалыпты. Ендеше шалбарға неше метр мата жұмсалды, кофтаға неше метр мата жұмсалғанын табамыз. Есептің шешуін таппас бұрын есепті шығару жоспарына қарайық. Бірінші, қанша шалбар артық тігілгенін табамыз. Ол үшін 8-ден 5-ті аламыз, 3 болады. Яғни 3 шалбар артық тігілген екен. Енді бір киімге қанша метр мата жұмсалғанын табу үшін 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 метр. Яғни бір киімге 2 метр мата жұмсалған екен. Енді барлық шалбарға қанша метр мата жұмсалғанын табу үшін 8-ді 2-ке көбейтеміз, 16 болады. Яғни барлық шалбарларға 16 метр мата жұмсалған екен. Енді барлық кофталарға неше метр мата жұмсалғанын табу үшін 5-ті көбейтеміз 2-ге, сонда 10 болады. Яғни барлық кофталарға 10 метр мата жұмсалған екен. Яғни 8 шалбарға 16 метр мата, 5 кофтаға 10 метр мата жұмсалған екен. Ендеше есімізге сақтап алайық. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты 3 шамадан тұрады. Мұндай есептердің шартында бір шаманың 2 мәнінің айырмасы берілген. Ізделініп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа 2 белгілі шаманың айырмасын табу керек. Келесі 3-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Түркістан облысында мақта-мата комбинаты бар. Онда жібек, мақта, тоқыма және басқа да маталар шығарылады. Тігінші бірдей бағада 3 метр жібек және 5 метр тоқыма мата сатып алды. Жібек матаға қарағанда тоқыма матаға 1200 теңге артық төленген болса, жібек және тоқыма маталардың әрқайсысына қанша теңге төленген? Алдымен есептің шартын құрып алайық. 3 метр жібек мата және 5 метр тоқыма мата сатып алынған екен. Жібек матаға қарағанда тоқыма матаға 1200 теңге артық төленген екен. Ендеше жібек матаға неше теңге төленгенін, тоқыма матаға неше теңге төлегенін табамыз. Ол үшін 5-тен 3-ті алып, неше тоқыма мата артық сатып алғанын тауып аламыз. Яғни 2 метр тоқыма мата артық сатып алынған екен. Енді
1200-ді 2-ге бөліп, 1 метр мата бағасы қанша тұратын тауып аламыз. Яғни 1 метр мата бағасы 600 теңге тұрады екен. Енді 600-ді 3-ге көбейтіп, жібек матаға неше теңге төлеген тауып аламыз. Яғни барлық жібек матаға 1800 теңге төлеген екен. Енді 600-ді 5-ге көбейтіп, тоқыма матаға неше теңге төлеген тауып аламыз. Яғни барлық тоқыма матаға 3000 теңге төлеген екен. Яғни 3 метр жібек матаға 1800 теңге, 5 метр тоқыма матаға 3000 теңге төленген екен. Келесі 4-ші есепке назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Жатын бөлменің ұзындығы 5 метр екен. Қонақ бөлменің ұзындығы 7 метр екен. Екеуінің де ені бірдей. Жатын бөлменің ауданы қонақ бөлменің ауданына қарағанда 8 квадрат метр кем болса, онда жатын бөлме мен қонақ бөлменің әрқайсының аудандары қаншаға тең? Алдымен 7-ден 5-ті азайтып, жатын бөлменің ұзындығы нешеге кем екенін тауып аламыз. Яғни жатын бөлменің ұзындығы 2 метрге кем екен. Енді 8 квадрат метрді 2-ге бөліп, 2 бөлменің енін табамыз. Яғни 2 бөлменің ені 4 метр екен. Енді жатын бөлменің ауданын табу үшін ұзындығы 5 метрге ені 4 метрді көбейтеміз, ауданы 20 квадрат метр болады. Енді қонақ бөлменің ауданын табу үшін 7 метрді көбейтеміз 4 метрге, сонда 28 квадрат метр. Яғни жатын бөлменің ауданы 20 квадрат метр, ал қонақ бөлменің ауданы 28 квадрат метрге тең екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есеп шығар дейді. Дүкенде бірдей бағада қарындаш пен қалам сатылды. Қарындаш үшін дүкенге 1680 теңге, қалам үшін 910 теңге төленді. Қарындашқа қарағанда 11 дана қалам кем сатылған болса, онда неше қалам және неше қарындаш сатылған? Дүкенде бірдей бағада қарындаш және қалам сатылған екен. Қарындаш 1680 теңгеге сатылыпты, қалам 910 теңгеге сатылыпты. Қарындашқа қарағанда 11 дана қалам кем сатылған екен. Ендеше неше қарындаш, неше қалам сатылғанын табамыз. Бұл үшін 1680-нен 910-ды азайтып, қаламға неше кем төленгенін тауып аламыз. Яғни қаламға 770 теңге кем төленген екен. Енді 770-ті 11-ге бөліп, бір заттың бағасын тауып аламыз. Яғни бір заттың бағасы 70 теңге екен. Енді 1680-ді 70-ге бөліп, қанша қарындаш сатылғанын тауып аламыз. Яғни 24 қарындаш сатылған екен. Келесі 910-ды 70-ге бөліп, неше қалам сатылғанын анықтаймыз. Яғни 13 қалам сатылған екен. Дүкенде 24 қарындаш және 13 қалам сатылған екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Бірдей тауарлардың массасы мен құнын салыстыр. Ойлан, А немесе Б бөлімінің тауарларының қайсысын алған тиімдірек? Алдымен А және Б бөліміндегі тауарлардың қайсысы тиімді екенін анықтап аламыз. А бөлімінде 100 грамм шырын 50 теңге тұрады, ал Б бөлімінде 50 граммы 40 теңге тұрады. Ендеше 100 граммы 80 теңге тұрады. Яғни А бөліміндегі шырын біз үшін тиімді екен. Келесі қытырлақ картоп. 60 граммы А бөлімінде 80 теңге тұрады, Б бөлімінде 30 граммы 45 теңге тұрады. Ендеше 60 граммы 90 теңге тұрады. Бұл жерде де А бөліміндегі тауар біз үшін тиімді екен. Келесі А бөлімінде 125 грамм йогурт 45 теңге тұрады екен. Ал Б бөлімінде 250 грамм йогурт 85 теңге тұрады екен. Ендеше А бөлімінде 250 грамм йогурт 90 теңге тұрады. Бұл жерде Б бөліміндегі йогуртты алған біз үшін тиімді екен. Келесі 50 грамм шай А бөлімінде 75 теңге тұрады, ал Б бөлімінде
100 грамм шай 120 теңге тұрады. Ендеше А бөлімінде 100 грамм шай 150 теңге тұрады. Бұл жерде Б бөлімінен алған тиімді екен. Осылай тауарлардың массасын және құнын салыстыра отырып пайдаланған немесе алған тиімді екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. 2, 6, 0, 3 цифрларынан тұратын және төмендегі шарттарға сәйкес 2 таңбалы және 3 таңбалы неше сан жазуға болатынын тап. Санды жазғанда бірдей цифрларды қолдануға болмайды. Ондықтарының саны 3-тен артық немесе 3-ке тең. Алдымен 2 таңбалы сандарды жазамыз. 30, 32, 36, 60 және 63. Келесі 3 таңбалы сандар 230, 232, 236, 260, 263, 360, 362, 630, 632 деген сандарды жаздық. Себебі санды жазғанда ондықтарының саны 3-тен артық немесе 3-ке тең болады деген заңдылықты сақтау арқылы жаздық. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Бөшкені суға толтыру үшін әкесі 7 шелек, ал ұлы дәл сондай 5 шелек су әкелді. Егер әкесі 16 литр су артық әкелген болса, онда әкесі мен ұлының әр қайсысы неше литр су әкелген? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Әкесі 7 шелек су, ұлы 5 шелек су әкелген екен. Әкесі ұлына қарағанда 16 литр су артық алып келіпті. Ендеше әкесі мен ұлының әр қайсысы неше литр су әкелгенін табамыз. Ол үшін 7-ден 5-ті азайтып, әкесі неше шелек су артық әкелгенін тауып аламыз. Яғни әкесі 2 шелек су артық әкелген екен. Енді 16-ны 2-ке бөліп, 1 шелек су қанша литр тұратынын тауып аламыз. Яғни 1 шелек су 8 литр тұрады екен. Енді 7-ні 8-ге көбейтіп, әкесі неше литр су әкелгенін тауып аламыз. Әкесі 56 литр су әкеліпті. Енді 5-ті 8-ге көбейтіп, ұлы неше литр су әкелгенін тауып аламыз. Яғни ұлы 40 литр су әкелген екен. Жауабын жазайық. Әкесі 56 литр су, ал ұлы 40 литр су әкелген екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.